Табанды болуды үйрене аласыз. Табандылық дегеніміз санада пайда болатын күй, сондықтан оны дамытуға болады. Санадағы барлық жағдайлар сияқты табандылық та белгілі бір шарттарға негізделеді. Олардың бастылары төмендегідей. Бірінші, мақсаттың нақтылығы, өзіңе не керегін білу, табандылыққа жетудің ең басты алғышарты. Зор ынта адамның алдағы үлкен кедергіні еңсеруіне көмектеседі. Екінші, арман. Қалауыңызға қол жеткізуде табандылық шешуші рөл атқарады. Үшінші, өзіңе деген сенім. Қандай да бір жоспарды іске асыра алам деген сенім осы жоспарды табандылықпен орындап шығуға жол ашпақ. Өзіңе деген сенімді өзін-өзі иландыру бөлімінде көрсетілген тәсілдер арқылы дамытуға болады. Төртінші, жоспардың нақтылығы. Жақсы ұйымдастырылған жоспар тіпті құндылығы төмен, берері шамалы болса да табандылықты дамытуға көмектеседі. Бесінші, нақты білім. Тәжірибелер мен бақылаулар арқылы жоспардың көңілге қонымды екеніне көз жеткізу де табанды болуға үйретеді. Білудің орнына болжау табандылықты күйретеді. Алтыншы, ынтымақтастық. Жаны ашу, түсіну және басқалармен ынтымақтаста жұмыс істей білу де табандылыққа бастамақ. Жетінші, ынта жігер. Бар ой-жігеріңізді нақты бір жоспарды іске асыруға бағыттау да талпынысқа жетелейді. Сегізінші, дағды. Табандылық дағдының негізгі нәтижесі. Сана өзіне күнделікті келіп түскен ақпарат арқылы өзін байытып отырады. Қорқыныш дұшпандардың ішіндегі ең сорақысы болса да, оны батыл істер арқылы жеңуге болады. Шайқастың кез келген түрін бастан өткерген адам бұл жағдайды жақсы біледі.